Қытай қалай Тибетті басып алды? Тибет бірнеше ғасыр бойы дербес аймақ еді. Бірақ 13 ғасырда Шыңғысхан бастаған Моңғол империясы бұл аймақты да басып алады. Ал Моңғол империясы құлаған соң Цинь империясының құрамына кіреді. 1912 жылы Цинь империясының дәуірі аяқталғанда Тибет тәуелсіздігін жариялап, дербес өмір сүре бастаған. Дегенмен олардың тәуелсіздігі халықаралық деңгейде мойындалмады. Ал 1950 жылы Мао Цзедун бастаған Қытайдың коммунистік билігі Тибетке басып кіреді. Қытайға қарсы тұра алмаған тибеттіктер 1951 жылы 17 тармақтан тұратын келісімге қол қояды. Бұл келісімнен соң Тибет Қытай құрамына кіреді, ал Пекин оларға автономия уәде етеді. 1959 жылы Тибет жұрты тәуелсіздік аламыз деп Қытайға қарсы наразылыққа шығады. Бұл наразылықты Тибет аймағының лидері Далай Лама басқарады. Қытай көтерілісті басып, жаншып тастайды, Далай Лама Үндістанға қашады. Ал 1965 жылы Қытай Тибетті толық бағындырып, автономиялық аймақ құрады. Содан бері Тибет Қытайдың бақылауында.